Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің есімім Мұсаев Әлішер. Мен Сатпаев университетінің киберқауіпсіздік кафедрасының 4-ші курс студентімін. Бүгінгі сабақта біз сіздермен TryHackMe платформасындағы Lazy Admin ойынымен танысатын боламыз. Және де мен бұл ойынды 3 кезеңге бөлдім. Бірінші кезеңі ол бізде ойынның VPN жүйесіне қосылу, екіншісі ойынды талдау, үшіншісі ойынды арттыру болып саналады. Ал енді іске кірісейік. Мекеңіздер, біз алдымен осы жердегі TryHackMe'ға кіреміз, Lazy Admin жұмысына. Содан кейін біз өзіміздің IP адресімізді қосамыз. Мекеңіздер, IP адресті қосқаннан кейін біз міндетті түрде VPN-імізді қосамыз. Sudo OpenVPN командасы бойынша. Және де біз барамыз nmap svpn деген команда арқылы біз өзіміздің nmap командасын жүргіземіз. Бізде 10 49 165 165. Мекеңіздер, бізде nmap кетті. Жалпы мен сізге түсіндіріп кетейін, біздің nmap жүргізіп жатқан уақытта біздің жалпы мақсатымыз бұл жерде клиенттік базаға кіру және админка арқылы WhiteRice сайтына логин парольді енгізіп, біз ары қарай жұмыс жасауымыз қажет. Мекеңіздер, біздің nmap жүргізілді. Енді біз GoBuster командасы арқылы ішіндегі қажетті файлдарды қарайтын боламыз. Мекеңіз бізде прогресс кетті. Статус дегеніміз. Статус ол бізде соның ішіндегі файлдарды шығарып тұр. Бірақ бізге 403 емес, ол бізде доступты бермейтін командалар, то есть файлдар. Ал бізге доступты беретіндер ол 200 және 301 статустар. Және де біз оны күтеміз, пока бізде прогресс жүріп жатады. Әзірше бізде загрузка болып жатыр. Қазір бізде қажетті бізге файлдар шығады. Жалпы бұл тапсырманы орындаған кезде бізде сәл шыдамдылық қажет. Себебі мұнда 18452 файл, оның біздің 2000 жүріп жатыр. Қазір алдағы уақытта алдымызда қажетті файлдар шығатын болады. Біздің Сатпаев университетте жалпы киберқауіпсіздік кафедрасында ақпараттық қауіпсіздік мамандығында оқып жатырмын. Менің оқытушым Қаламан Ерболат. Және де бұл бізге берілген студенттің өзіндік жұмысы болып саналады. Жаңағы TryHackMe платформасында көптеген тапсырмаларды орындаймыз өзіміз. Өзімізге қажетті білімдерді осы жерден алып, кейін де болашақта өз кәсібімізде қолданамыз. Мекеңіздер, бізде жалпы инициализация болып жатыр. Негізінде мен бұл лабораториялық жұмысты орындаған болатынмын. Бұл нәрсені күтпей-ақ біз ары қарай жұмыс істеп кете аламыз. Мына жерде біз бұл IP адрес бойынша Apache сайтты ашып алайық. Сәл ұзақ ойланатын бар.
GoBuster'мен жұмыс жасай берейік. Бізге қажетті міне IP адрес бойынша контент дейміз. Бізге өйткені алдыңғы жұмыста жасаған кезде контент файл ашылған болатын. Біз күтер едік, бірақ бұл ұзақ уақыт алады. Контент бойынша жұмыс кетті. Мінекейіңіздер, бізде контент темасы деген ашылды, темы. Тағы да күте тұрайық. Кешірім сұраймын. Мінекейіңіздер, бізде S деген команда ашылды. Бұл бізге файл ары қарай жұмыс етуіміз қажет. Мінекейіңіздер, бізде өзі Apache сайт ашылды, және біз келесіде S командасын жүргізейік. Бұл бізде not found деп шығарып тұр. Әрине бұл үйтіп шығарады, себебі бізде сайтпен әлі дұрыс жұмыс болмай жатыр. Және content attachment деген ашылды. Бұны былай кірсек болады. Жалпы бұны ұзақ уақыт алатыны бізге мәлім, себебі қазірдің өзінде бұл нагрузкаға байланысты. Жалпы нагрузка көбейсе, әрине бұл уақыт алады кәдімгідей. S дегеніміз жалпы ол бізде админская панель. Ал content attachment дегеніміз ол бізде сол Apache сайтының директория болып саналады. Және де біз сол жерде өзімізге қажет SQL файлды аламыз. Ақырын загрузка болып жатыр. Сол TryHackMe'дің VPN-і әлсіз болып тұрғаны қазіргі уақытта, сол үшін сәл ұзақтау болады. Қайтадан перезагрузить етеміз. Мінекейіңіздер бізде ашылды. SweetRice'ның админкасы және attachment. Attachment'те бізде changelog дегеніңіз, ол бізде ink арқылы біз ары қарай жұмыс жасай аламыз. Content алып тастаймыз да, attachment алып тастаймыз да, ink бойынша жұмыс жасаймыз. Мінекейіңіздер, бізге қажетті MySQL backup'ты басамыз, және MySQL backup'ты өзімізге жүктейміз. Мінекейіңіздер жүктелді. Енді ары қарай біз бұны тоқтатамыз. Өзімізге загрузки қараймыз. MySQL бар. Cat MySQL-ды басамыз.
Мінекейіңіздер, мына жерде бізге қажетті админская панель бар. И бұл жерде біз мұқият қарасақ, админ деген бізде менеджер деп тұр. Ал менеджердің паспорды бізде мынау. Бұны біз дешифраторға салатын болсақ, MD5-тан бұл бізге паспорт 123 дегенді береді. Сол үшін біз бүйтеміз. Бұл жерге кіреміз. Мінекейіңіздер, біз кірдік, және де біз бұнда ads деген команда жерге кіреміз. Немесе медиа центрге. Маған медиа центр ыңғайлы. Бұл жерде біз өзімізге қажетті зиянды файлды жүктеуіміз қажет болады. Жалпы бұл жерде сізге көрсететін брауз. Мен бұның бәрін алдын ала жасап қойған болатынмын. Және shell PHP файлын жүргізетін боламыз. Done дейміз. Қазір сәл күте тұрайық. Мен өзіме жалпы бұның бәрін сақтап қойған болатынмын. Себебі қажетті бізге файлдар бір жерге орнатып, оның ары қарай мысалға көмегі де тиеді. Жалпы біздің орындайтын мақсатымыз бұл жерде жаңағыдай әлі ойланып жатыр екен. Қазір бұған сәл уақыт беруіміз керек. Неге PHP 5 дедім? Өйткені PHP-ді бұл сайт оқиды, сол үшін өзіне жақындатқыздырмайды. Ал егер де shell PHP 5 деп бұған маскировка беретін болсақ, сайт бұны өткізіп жібереді біздің зиянды файлымызда. Қазір сәл уақыт беруіміз қажет. Мінекейіңіздер, біздің shell PHP кірген болатын. Енді біз жалпы netcat-пен жұмыс істеуіміз қажет. Бүйтеміз. Netcat NC дейміз даже. 4444 деген порт береміз бұға. Бұл оқып жатыр біздің портты. Бәрі ойдағыдай. Енді біз активировать етуіміз қажет. Жалпы өзіміздің жаңағы shellді. Біздің IP машинамызды біліп алайық. Content attachment. Shell PHP 5 дейміз. Мінекейіңіздер оқыды. Және де біздің мақсат who am I деп жазуымыз қажет. www data деді. Енді бізде жалпы бұл www dataның ішінде бірдеңке
жасырынып тұр. Біз оны home it guy user txt дейміз. Қазір сәл ойлансын. Жалпы cat, home, guy, it guy деген қайда шықты десеңіздер, cat деген команда бізде осы библиотеканы ашады. Home үшін it guy user txt. Жалпы tryhackme'да в основном user және root деп тұрады. Біз соны қолданған кезде табуда ол бізге міндетті түрде шығарып беретін болады. Қазір сәл ойлана тұрсын. Екеңіз бізде қажетті флагты шығарып берді. Бұны біз копировать етіп мына жерге салатын болсақ. Екеңіздер бізде алғашқы енді біз ары қарай қалай жұмыс жасаймыз. Келесі бізде порт netcat-пен бірақ 555-ті жүргіземіз. Себебі біз басқа привилегия береміз. Басқа привилегия берген кезде біз басқа порт ашамыз. Анаумен бірге шатаспас үшін біз басқа вкладка ашатын боламыз. Жалпы VPN өзі ұзақ жұмыс жасайды. Бұны біз түсіне білуіміз қажет болады. Енді біз пока оқи берсін бұны. Біз бұл жерде былай жұмыс жасайтын боламыз. Sudo -l дейміз. Және cat home it guy backup pl дейміз. Backup pl. Бұл бізде etc copy hash-қа бар деп отыр. Системаның өзінде сондай вкладка бар. Бұл бізде өзіміздің хостовой IP-міз көрініп тұр. Біз жаңа ғана бірінші флагты таптық. Енді екіншісіне кірсек, қайттан nclnp 4444 мен жұмыс істейміз. Бұл tryhackme'нің VPN-і сәл әлсіздеу. Анда-санда істейді, анда-санда істемейді өзі. Бірақ сәл уақыт берсеңіздер, соған жұмыс жасайды. Сәл загрузка береміз. Қазір күте тұрайық. Екеңіздер жұмыс жасады. Енді ары қарай біз sudo мен жұмыс жасаймыз. Бізге қажетті командалардың бірі болып саналады sudo. Ендігіде біз cat home it guy backup мен жұмыс жасаймыз. Неге екен жаңа түсіндіріп кеткем. Алдыңғы флагты тауып жатқан кезде бұл командалар.
Енді бізде мына жерде эхомен жұмыс жасайтын боламыз. sudo user bin perl home guy backup pl. Мұнда да sudo user bin perl home bin home guy backup pl. Осы жұмыс жасай береді. Мына жерде сәл қателесіп кетіппін. Біз мына жерде Huawei мен жұмыс жасайын. Порт күтеміз. Сәл VPN шатастырып жатыр. Бірақ та негізі дұрыс жолда келе жатырмыз. Мінекейіңіздер жұмыс жасады. Жалпы біз бағана бұның бәрін қалай бастадық? Sudo -l мен. Мінекейіңіздер бізде полный бізге жаңа ақпарат беріп тұр. Бұл жалпы қалай жұмыс жасап жатқанын, бізде қандай мақсатта біз әр команда қалай қолдана аламыз. Біз просто cat home guy мен жаңағыдай backup pl cat etc copy hash және бізде осы команда арқылы біз өзіміздің пингті ауыстырамыз. Мінекейіңіздер, бұл жерде біз эхоны жүргізгеннен кейін, мына жерге біз root бар жерге портқа Huawei дейміз. Күте тұрайық.
бізге жалпы root деген жазу шығу қажет. Мінекейіңіздер, және біз бұл ашуымыз қажет. Cat root txt дейміз. Мінекейіңіздер, біздің екінші флаг шықты. Оны біз копировать етеміз. Және tryhard-пен өзіне салғанымыз. Тексереміз. Бұл да дұрыс. Сіздерге көп алғыс айтқым келеді. Менің видеом сіздерге пайдасына тиді деген ойдамын. Менің есімім Мусаев Алишер. Мен Сәтбаев университетінің 4-ші курс студентімін. Және де менің жұмыс бұл тапсырма бойынша жетекшім Қаламан Ерболат. Барлығыңыз сау болыңыздар. Әлі келесіде жүздескенше. Сау болыңыздар.